Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қадірменді тыңдарман. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей өнегелі сұхбат айдары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Күршім ауданының тумасы, ұзақ жылдар Тарбағатай өңірінде фармацевтика кәсіпорнында басшылық қызметте болған, сонымен қатар әдебиетке де үлкен үлес қосып жүрген ақын Шопатов Кәрбек Мұхамедқалиұлы ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Биылғы жылдың алғашқы қонағы болып отырсыз. Рахмет. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Көңіл күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, көңіл күй жақсы. Биыл міне 2025 жыл келді. Бұл жылмен қоштасып, осы жылына қарай аяқ бастық. Бұл жылдың мен үшін өте бір сондай мерейлі жыл болайын деп тұр. Өйткені биылғы жылы мен осы 70 жасқа толайын деп отырмын. Енді өзім жайында айтатын болсам, сол 1955 жылы май айының бірінде Күршім ауданы Қаратоғай ауылының жанындағы Жидебай деген қыстақта өмірге келіппін. Енді сонымен осы өмірімде сол 70 жыл жасап отырған жайым бар. Рахмет. Өзіммен сырласу деген бір өлеңіңізде мен осы кіммін, жер жаһанның пендесімін, жаратқан жанның жүрегімін, кеудесімін, еркелеп еркін өскен Алтайтауда бір шалдың сүт кенжесімін депсіз. Иә. Енді өзіңізді көпшілік оқырманға кеңірек таныстыра кетсеңіз аға. Жаңа айтып өттік, 46 жыл фармацевтика саласында қызмет етіпсіз. Жалпы қарапайым ауыл баласының бұл салаға қызығушылығы неден пайда болды? Сол жайды айтып кетсеңіз. Жаңағы сөйлемімде мен өзімнің сол бір шумағынан ақ өзі айтылып тұр. Мен сол әкеміздің ең кенже баласы екем, соның атын өзінде солай қойған ғой, Кәрібек деп. Мен сол әкем сол кезде 54 жаста екен. Шешем 42-де айтатын. Бірақ менің атымды әкем сол ғалым болсын деп, Ғалымбек деп қояйын деп отырған екен. Соның бір өзінің құрдасы, енді қыстаулықта ғой енді. Мал жаяды. Соған келіп ана кісі, ол ұсында Кәрібек деген баласы болған. Көрдіңіз ба? Ол менен бір 7-8 жас үлкен азамат, енді ол аз өмірде жоқ, қайтыс болып кетті. Сол ана кісі әкеме, ой сен осыдан кейін бала көресің бе, көрмейсің бе? Мына баланың атын осы Кәрібек деп қой, менің балам атына қарай. Деп сол менің жаңағы атымды әкем осы Кәрібек деп қойған екен. Жақсы. Енді әкемізге келетін болсақ, әкем Шопатов Мұхамедқали деген кісі, сол Қаратоғай өңірінің тумасы, Егіндібұлақ деген жерде туған. Біздің негізгі қыстаулығымыз сол ана Теріс Айрық, Егіндібұлақ, сол жерде туған. Енді сүйегіне келетін болса ол кісі, біз жалпы Қожамбет, Қожамбеттің ішінде сол Шағырдан тарайтын Мамыт деген рудан тараймыз. Енді негізгі жағдайымыз сол, содан кейін сол әкем малдан шығып зейнетке шыққаннан кейін сол ауылға көшіп келдік, Қаратоғайға. Қаратоғай деген ауыл ол кезде енді үлкен қалқұт совхозының орталығы, қалқұт совхозы экономикасы сондай дамыған. Өте үлкен кеңшар болды. Үлкен кеңшар болды, 5 жаңағы фермасы болды. Сонымен әкем бірінші фермада шопан болды өмір бақи. Содан көшіп келгеннен кейін сол 62 жылы сол мектепке бардым, Қаратоғай орта мектебіне. Соның 72 жылы аяқтадым. Жақсы бітіріп шықтым. Бірақ сол 5-ші класс, 6-ші класс оқып жүргенде сол анау Қазақстан пионері, спорт деген газеттер бізге жазғызып алғызатын еді ғой. Соған кейбір мақалаларым шығып, содан кейін сөзім бақ бастыратын, солар соған шығып, соған аудандық коммунистік еңбек деген газет болды сол кезде. Соған ұсақ-түйек мақалаларды жаңағы жазатын, ол жерде жарияланатын, енді ол жерде қанша айтқанмен журналистер ғой енді. Мінеп, кейбір жерден жөндеп, кейде үлкендеу, кейде кішкентайлау, соған гонорар келетін. Ол кезде сондай бір жақсы кезеңде гонорар төлейді. Ол аз ба, көп па, мәселе онда емес, бірақ не дегенменен мұның өзі үлкен қуаныш. Иә, гонорар береді, 2 сом, 3 сом, бірдеме тиыны бар жанында. Осыған жаңа мектептің буфетінен жаңағы тәттілер алып сол класстастарыма тарататын сол партада отырған. Сөйтіп жүрдік.
Сонымен кішкене бір әңгіме жаздым. Сөйтіп жүретін, бірақ енді өзім ойлайтын енді осы әдебиет саласына барайын кейін 10 жыл бітіргеннен кейін деп өзімнің нелерімді жинақтап журналистикаға Алматыға дайындалып жүрген. Содан бір күні ол кезде мектебіміздің директоры Қали Қожақов деген нақсақал адам болды, өзі керемет сондай мықты интеллигентный адам. Мен шақырып алып, сен журналистиканы қайтесің, мына Медеевскийге бар деп менің қолыма направлениеге жолдама берді. Ол жолдаманы мен ол жүргенім емдеу факультеті деп жүрмін, лечение факультеті дейміз ғой. Мен Семейге барғым келеді деп қоямын. Жоқ, Алматыға барасың деп сөйтті. Содан енді Алматыға барсақ, Алматыға барайық деп. Ол кезде бізде кішісіміз аппарат емес, өзіміз чемоданымызды көтеріп, ішіне 5 кітабымызды салып алып. Иә, содан Алматыға кеттім. Содан Медеевскийге барғаннан кейін жаңағы приемный комиссия дейді, осылай отыр. Соны апарып документті емдеу факультеті лечение жатырмын, соған апарып тапсырсам әгілер еді, жоқ, мына жерде фармакологический факультет, сен жолдамаң солай жазылып тұр деп. Соны тапсырдым енді. Оның не екенін өзім де білмеймін, шын айтқанда. Ол кезде шынымен де мынау өте бір қатты мамандық болды. Енді сол жылдарда, сол 72-ші жылдарда мынау ауылдық жерлерде дәріхананың қызметкерлері мүлдем жоқ болды. Сонда ана жақтан жаңа жолдама жібереді екен аудандарға. Аудандар сұрайды, баяғы бізге осындай маман керек деп. Ол енді оның жаңағы жолдаманың не қасиеті бар. Ол жаңағы жатақханамен қамтамасыз етеді. Біріншіден, екіншіден жаңағы стипендияңды жаңағы уақытылы тоқтатпай беріп тұрады. Мен оның басында білмейміз ғой. Соған ана журналда оқыған группада оқырсаң 3 балада қызыл домалақ пен жаңағы фамилиясын жан домалақтап қойыпты. Қараймын ғой, бұл неге деп оқпаймыз ол кезде. Сөйтсек бізде жаңағы аудандық райисполком дейді ғой. Сол кісілерден жаңағы ақша аударып тұрады екен. Совхозымыз аударып тұрады. Совхоз емес, райисполком, аудан аударып тұрады. Осы баяғы бізге маман керек деп. Енді біздің группа 3 болды. Сол арқылы жолдама беретін болды? Сол арқылы жолдама беріпті ғой. Содан енді оқуға түсіп кеттім, енді жолым ашылып кәдімгідей. Ол жатақханасын алып тұрып, енді үлкен қала ғой енді. Бірінші рет барған. Содан оқып кеттік. Бірақ ар жағында бәрібір де жаңағы өзім таңдаған мамандығым не болады екен деп сөйтіп ойлап жүресің ғой енді. Бірақ ана газет оқуды Алматыда жүрсем де сол тастамадым. Киоскіден сатып алып, ол кезде Лениншіл жас, осы керемет жастардың газеті. Соның кейін жаңағы кешкі Алматы деген газеттер шығады. Солардың бәрін сатып алып оқып сөйтіп жүретім. Соның бір екінші курстан кейін бір жаман ой да келді. Осыны тастап кетсем қайтады екен. Маған қажеті қанша фармацевтиканың деп дейсіз. Бірақ енді оқып жатырмын, ел қатарлы стипендиясын алып дегендей. Сөйтіп жүргенде үйге бардым енді. Енді каникулда барасың ғой. Содан әкем мен шешенің жаңағы енді арманы балам оқуға түсті кезінде қуанды ғой енді. Тастап кетсем, ана кісілер не болады, үлкен адамдар деген сияқты. Әмбе ауылда ол кезде жоғары оқу орнына түсетіндер аз болатын. Бір жағынан жаңағы ол кісілер енді көтеріліп сөйткен шығар деген өзім ой келді. Сол оның кейін 3-ші курс оқып кеттік. Ол жаңағы мамандық жайында неттік, дәрі-дәрмектің екенін түсіндік. Түсіне бастадыңыз. Ол керек екен. Содан жаңа практика барасың, зауытта болдық мысалы. Содан үлкен дәріханаларда сол практикадан өтіп, сосын бітіріп шықтым, сол 77 жылы. Енді бітіргеннен кейін қайда бару керек? Направлениең қолыңда, Шығыс облысына барасың. Әңгіме солай екен. Жолдамамен жіберіп. Қолыма қайтадан жолдамамды жазды да бітті осы. Мына жерде дәріхана басқармасы деген неме болды, мына МЗ 8-де қазір оптовый неме болып тұр ғой, управление екен кәдімгідей. Соған келдім, мен үйленіп алғам, ол кезде бір балам бар. Содан бастық енді шақырып алып, осылай Тарбағатайға барасың ба деп сөйтті. Тарбағатайда ауданды өмірі көрмеген, өмірі естімеген. Мен енді күшім мен өскенмен ары барса. Соны Алматы болды ғой енді, ол кезде көп жүрістер қандай. Соны Тарбағатай ауданына барасың енді осылай деп, соны осылай телефондар тұр екен.
содан Рашполком председателіне звондады. Ол кезде Владимир Жантемиров деген Рашполком председатель болды Тарбағатайда. Кісіге звондап, осылай маман жіберейік деп отырмыз деп, мені барасың бармайсың ары қарай әңгіме жоқ. Жас маманды тем более семьям бар екен деген сияқты. Үймен қамтамасыз ет деген етіңіздер, біз жібереміз осылай деп. Соған біз телефон алып, менімен сөйлестірді. Адуылда адам екен. Қазақша айтып жатыр осылай. Арасында орысша сөйлеп қосып сөйлейтін адам екен. Кел. Мына жерде осылай көтеру керек, жастар келу керек деп. Енді өзінің несін айтып. Соны жарайтып келісіп, Тарбағатайға сол 77 жылы көктемде бардым. Мені бір бөлмелі үй берді. Ол біз үшін ол кезде үлкен сарай деген. Сол жұмысты өткізіп, содан ары қарай сол жұмыста кеттік енді. Содан май айында ауылға бардым, қалғыды. Ол кезде әкем тірі, шешем тірі. Соны әкеме айтам ғой, енді осы Тарбағатайға жіберді. Осы құлағы кішкене естіңкіремейтін. Тарбағатай деп. Балам, Тарбағатайды білем. Мен ол жерде болғам кезінде. Ол жерде үлкен ақсақалдар көп, үлкен адамдар көп. Солар келе жатса, ассаламағалейкум деп амандас. Еліңдім десе, былай деп айт деп, содан мен жеті атамды дізіп тұрды әне кісі. Өзіме сөйтіп. Біздің үлкен адамдар. Үлкен адамдар ғой. Осылай деп айтасың, осылай деп айтасың. Олар айтсаң, үлкен кісілер өздері біледі. Осындай өмір, содан енді 77 жылдан бері қарай есептей беріңіз. Енді ол жерден енді балалар келді өмірге. Содан кейін сол қызмет. Сіздің фармацевтика саласында провизор болғаныңызды мен соңғы кездері ғана естіп жатырмын. Жалпы менің алдағы қоятын сауалыма сіз жауап беріп тастадыңыз деуге болады. Мен өзіңізді енді ақын ретінде осы соңғы бір кездерде біліп жүрмін аға. Жаңа өзіңіз айтқандай соны мектеп кезінен газет журналдарға мақала жазып тұрыпсыз, шығармашылыққа деген әуестігіңіз сол кезде басталыпты. Неге басқа саланы таңдадыңыз деп айтайын деген, мен сіз оған жауап беріп қойдыңыз. Енді осы орайда мынандай сауал туып тұр. Осы өзіңіз іштей қаламасаңыз да оқып шығып 50 жылға жуық уақыт еңбек еткен фармацевтика саласын сүйіп істедіңіз бе? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Сүйіп істедім. Өйткені енді бұл осы қызметке келгеннен кейін мен мүлдем жазған жоқпын енді. Жазуды екінші орынға қойдыңыз. Жазғанда жаңағы аудандық газетке, содан кейін облыстық газетке кейде осындай дәрілік өсімдіктер жайында сондай топтама мақалаларын шығып тұрды кәдімгідей. Содан кейін мына облыстық радиодан Әлімжан Қадылбек деген ағамыз өзі туыс болып келеді. Сол кісі келіп радиоға жазып, сол жариялаған бәрі радиоға жазып, радиодан сол жіберіп отырды. Оны өзім талай тыңдап жүрдім. Бірақ өлеңге, сол әдеби жағына көп айланысқан жоқпын. Өйткені медицина саласы енді оңайша емес қой. Бүкіл аудан халқының дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету деген оны сұрау болады. Ол кезде енді райком партия деген бар, енді райисполком деген бар, енді жалпы сондай дүние болды. Онымен қызмет бабына талап қатаң болды. Әрине, онан кейін осы қызметті атқарып жүргеннен кейін өзім осыдан бір жеміс көргім келеді. Осы жолға қояйын осыны деген сияқты. Сол енді ол енді әдебиет жағынан кенже қалып жатсаңыз да өз салаңызды қағаз бетіне түсіріп, жалпы жарыққа шығарып жаттыңыз. Енді тақырыптан сәл ауытқырсақ, арғы аталарыңыз текті бір қасиет қонған келелі жиында кесімді бітім айтқан сондай би шешен жандар болған екен. Өзіңіздің бір жазбаларыңыздан оқып біліп жатырмын. Енді бұл шығармашылыққа деген жалпы сөзге деген бір дүние содан қонған болу керек сізге. Мысалы өзіңізге бейлі шешендік жағынан немесе ұрпақтарыңызға сондай бір қасиеттер тараған ма аталарыңыздың? Енді мен өзі айттым ғой, жаңа әкемнің әкесі Шопат деген кісі болыпты. Ол кісі сол билік құрған адам екен. Оның әкесі Мақсұтбай деген кісі болыпты. Ол кісі билік құрған адам екен. Енді би болу дегенде жаңағы 300-ге аттан мал деп айтуға келмейді. Ол кісілер сонда әрбір рудың ел ішіндегі рудың өзінің биі болады екен. Өйткені сол рудың бірдемесін жоғын жоқтау үшін арасынан бір кісі шығарады ғой.
сонда осы кісінің енді менің атамның атасы ол кісі сол билік құрған адам екен де, мына кісі сол би деп өздерін сөйлеп атайды екен. Енді бірнеше жазға әкемнің айтқандарында болған енді, мен оны бәрін кезінде сұрап алып қалмадым да, бір-екі естігенімде айтамын, кітабыма кіргізгем, ішінде бар. Әдемі, сондай әдемі жазыпсыз, мен оқып тауыса алмай жатырмын. Негізінде әдемі естеліктерге әкем, өзімнің әкемге келетін болсам, ол кісі өте бір шежірені көп білетін адам болған. Мына кім қай атадан қалай тарайды, анау кім деген сияқты болсын, бәрі сондай зерделі, сондай адам болды. Енді білімі болмаса да, бірақ мына дала академигі дейді ғой. Ана алдындағы 500 қойды, ол кісі өмір санатпайтын, қоз алғанда да санатпайтын, бірдеңке қозы, бәленбай қой. Сондай адам болды. Бәрі зерделі, өте зерделі адам болды. Соңғыла кісі болған болып тұр. Бұл кісі көп әңгіме айтып отыратын ғой, ол кезде жастау болдық та, сол бірін тыңдасаң, бірін тыңдамай. Бір жерге соғым басы береді, соны етіп барады, алдын отырғызып қояды, не артын отырғызып қояды, сол тыңдасын деп, сөйтіп құлағына сіңісті бола берсін деп айтады. Дүние екен ғой. Ал енді шеше жағына келген болса, шешем мына Өтеуовның қызы. Батыр Барақтың негізі 5-ші ұрпағы болып келеді ол кісі. Теректұлақ деген жерде туыпты негізінде. Сол шешем менің бала күнімде кішкене өлең құрапқан сияқты болып сол айтып отыратын, айтып жүретін. Содан кейін бір мейрам, өзі мейрамда жоқ қой, бірақ бір сен Шымартбеке сондайларда біреудегі көп әйелдер жиналып соны бір айтысып жатқанында көретін. Сонда шешемде, значит, немене сол шеше жағынан келді деп ойлаймын. Енді өзімнің ойым. Енді ол талант деген бір адамда бір процент шығар. Енді қалғанын барлығын жаңағы жетілдіру үшін, ол үшін көп оқуым керек. Онан кейін жаңағы пайымдауым керек. Сол енді 99% еңбекпен келетін дүние дейсіз ғой. Еңбекпен келеді. Енді мен өлең жазғанда жазып қоясың, енді бір шалып келгенде, оны көріп, бір жерін қарасам қате сияқты, бір жерін боласам қатесі. Шынымен де солай. Бір айдан келіп оқысаң да сол ішінен бір қатесі көрініп тұрады. Сол дүние ғой енді, соны жаңағы жетілдіріп, сөйтіп. Өлші бір рет кестегендей. Бірнеше қайтара сүзгіден өткізіп барып бірақ шығады ғой енді жарыққа. Содан енді мен ары қарай сөзімді жалғастырайын. Бірақ мына кітап оқуды ол енді қойғам жоқпын. Газеттің неше түрлісін жазғызып аламын. Мына жұлдыз журналымен өмір бақи осы бір жыл жаздырмай қалғаным жоқ. Жаздырып алып оқимын. Қазақ әдебиетін жаздырып алып оқимын. Ол кезде кітап магазиннен айына бір рет, екі рет жаңағы кітап барып сатып алып оқитынбыз. Ол жағынан енді бірталай жаңағы білімділігім бар деп айта аламын. Өйткені қай жазушы сұрасаңыз да қазір мен анау деп айтып беруге сондай қабілетім бар. Көп рахмет, керемет. Енді ол кітапқа деген құштарлық адамның. Сол мына өздеріңіздің кітапханаларыңызға келдім. Сондықтан Тарбағатайда сол кітапханадан кітаптар алып жүргенде сатып аласың. Сол ақшамды аямай осы өскеменнен де сатып алып кітап алып. Жақсы ғой, адам. Ғабит Мүсірептің жоқ, Максим Горкийдің айтқаны бар екен. Менің бойымдағы барлық жақсы қасиеттер үшін мен кітапқа қарыздармын деген. Дұрыс айтады. Шынында да мына кітап адамның ішкі діңінің қалыптасуына, өмірге деген көзқарасты өзгертуге көп өте бір өзіндік үлесін тигізіп жатады екен. Әрине, енді осында жастар кітап оқыса деп ойлаймын. Жастар кітап оқиды. Біз оқымайды деген өзіміздің түсінігіміз. Керісінше қазір кітапқа бейімделіп келе жатқан сияқты. Мен де ойлаймын соны. Ол жақсылық. Әрине. Енді шығармашылығыңызға қайтадан оралсақ аға, осы уақытқа дейін қанша кітабыңыз жарық көрді? Енді құпия болмаса болашақтағы алдағы жоспарыңыз жайлы айта кетсеңіз. Енді бұл жайында айтатын болсақ, мына Тарбағатайда Әрімбек Мәселұлы деген үлкен ақын ақсақал болды, қайтыс болып кетті осы бір-екі жылдар. Сол кісімен де пікірлесіп сөйлесіп жүресің ғой. Мен бір сондай неменен бар екен, байқап қойдым екен. Одан кейін Бақытбек Сағанов бар, өзіміздің. Ол кісімен де сол қатынасып жүресің ғой. Кейде кітаптарын әкеліп береді. Сөйтіп жүрген бір күні бір 2-3 өлең жазғам еді. Бір босағамдан кейін содағы Әрімбек ақсақалға беріп жіберейін, оқып көріңізші деп. Ол кісі оқып, үй сен дайын тұрған ақынсың ғой деп маған сөйтсем ол
біраз жерін жөндеп мына жерін былай істесең деген сияқты сол демеу ғой енді. Әрине. Сол кісі демеді, шын айтқанда. Қанаттандырып дейсіз. Иә, сен қой енді мына енді зейнетке шықтың, осыны қайтадан бастасаңшы. Мына өлеңдерің жақсы екен, мынауың жақсы екен, мына жерде кейбіреу кіргендері бар деп соны тағы бір 10 шақты өлең жазып енді өзім жаңағы шабыттанасың адам. Соны ана кісіге беріп, сол бақтағыға беріп, ол кісі де кішкене ойбай деп жаңағы нетіп жатыр. Сөйтіп жүргенде осы мына жазғандарым бар, бәрін жинақтап, ана біреу бір мақалалар жазып, ана біреу Тарбағатай деген үлкен жаңағы жылына бір рет кітап шығарды. Соған 2 мақалам шықты. Иә. Оның ішінде жазылған. Одан кейін жаңағы мына Семей таңы газетіне сол 1-2 мақалам шықты. Мақала болғанда енді үлкен эссе ол енді бір газеттің бір бетіндей болып шықты. Енді ол басында мынау үлкен екен деп соны өзі үлкенді ғой деп шығарды. Ол мына Келденбай жаңағы өлмесек туралы иә. Ол біздің ауылдың азаматы ғой. Осыны жаздым, соның тағысын деп сол ана өзіміздің Қалутың, Қаратоғай орта сол жерден шыққан мына өнер адамдарын солар туралы үлкен эссе мақалалар жаздым. Содан кейін әлгі кісіге көрсеттім, мыналардың бәрі керемет екен, мынау сөз саптасын керемет екен, мынау әдеби тілмен жазылып деді, кісілер бар мақтап, соны қой жинақта сен кітаптан бір кітап шығар деп. Содан сол мына кітапты өзім ойлап жүріп, сол енді оның кемшілігі де көп, енді бір 6 неден тұратын уақыт елінде деген мына кітапты осы енді шығардым. Осыған 6 сөзді жаңағы жер қарап отырсаңыздар, сол әлемдегі аға жазып берді. Иә, көрдім. Иә, көрдің шығарсыз енді. Өлмесек туралы әдемі естеліктер жазыпсыз. Иә. Сол енді осымен осы кітапты шығардым. Енді міне 70 жылға қарай екінші бір кітабымды дайындап жатырмын, ол таза поэзия. Иә, ол енді бұрынғы жазғандардың ішінен кем-кетіктері бар, олардың бәрін кішкене жөндеп, мынаның ішінде де жүр ғой енді. Соның бәрін қайтадан қарап, қате жер осы жөндеп, кішкене бір қалыпқа келтіріп, бір кітап шығарама деген ойым бар. Енді амандық болса осы бір айда жинақтап шығаратын шығар деген. Енді Алла қаласа ойым бар, оның бәріне. Көп рахмет. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, кітапты көп оқыдым деп. Жалпы қазір қазақтың классик жазушыларынан, ақын жазушыларынан кімдерді оқып жүрсіз? Мен көбіне көп осы қызық мынандай болады. Мен ана Алматыда жүргенде Халық университеті деген Мұхтар Әуезовтің үйінің жаңағы үлкен гаражында сондай жаңағы университет ашылды. Оның ректоры Рахманқұл Бердібаев деген ақсақал қазір өмірде жоқ қой енді. Сол кісі өзіміздің Баламир Сақариев, Қатон-Қарағайдың тумасы, әдебиетші адам. Сол кісі соған енді біреудің нұсқауымен соған барып жүрдім. Сол жерде мен 2,5 жылдай дәріс алдым жаңағы. Көрдіңіз бе? Сол кезде ол жерде көрмеген адам жоқ. Ана Марғұлан, осы көп адамдарды, ол кісінің өзі бет-бет 2 рет көрдім. Жүсіпбек Елебеков, сондай кісілерді шақырады ғой. Ол кісілер жаңағы неме өткізеді. Дәріс өткізеді. Енді зал деген толып отырады. Сол уақытында барып, уақытында қайтып жүрдік. Осы маған көп жаңағы жолымды ашты деп ойлаймын. Соны жаңағы сұрақтар. Классик ақын жазушыларда кімдерді оқып жүрсіз? Сол жерде жазушыларды көресің ғой. Бір қандайда? Жазушыларды көремдегі қызығам әлгі. Осы жазушы не жазды екен деп. Соң кітабын тауып алып жүріп оқитын. Енді ол жерден Оралханды көре алмай кеттім, бірақ Оралханның кітаптарын түгелінен оқыдым. Кәдір Жексензаевтың кітаптарын көп оқыдым. Мұхтар Мағауинге беретін түгел енді бір 70% жинесін жаңағы бітірдім оқып. Ондай көп оқып жүргендер. Енді ойыма бір сұрақ келіп тұр аға. Енді шығармашылығыңызды кейінге сырып, тоқырап қалмасаңыз да сәл кенжелеп барып қолға алып жатырсыз, иә? Жалпы біреуді бір бағыт-бағдар ретінде көресіз бе? Немесе өзіңіздің сөйлеуіңізбен келе жатырсыз ба? Жоқ, мен мына поэзияда өлең кітаптарды көп оқимын. Енді оның ішінен енді Мұқағали Мақатаев, Қадыр
Мырзалиев, одан кейін Тұманбай Молдағалиев деген біз студент кезімізде оқып жүретінбіз. Енді мен осының ішінен осы Қадыр ағаны өзіме пір тұтамын, шынын айтқанда. Ол кісінің тағы бір мынандай оқиға болған. Бір жылы Ақжырға келді. Қадыр Мырзалиев. Қадыр Мырзалиев, иә, жас келіп тұрған кезінде, ана жас күнде де көрген бір екі рет. Соны келгеннен кейін сол өз кітаптарым бар ғой, үйден тауып алып, сол 3 томдық, жаңағы 2 томдық таңдамалылар орады. Соны қолыма құшақтап Қадыр ағама бардым, енді жиналыс болып жатыр үлкен. Соны қолтаңба жазып берді. Иә, осылай деп оқырманым ретінде деген сияқты. Соны менің атымды сұрайды, неге осылай қойған деп. Әкемнің кенжесі ғой дедім. Деп қояды, қызықсыз ғой енді. Сол кісінің кітаптарын әлі күнге дейін оқып жүрмін. Менің жаңағы осы столымда сол мен кітаптары жатады. Иә, Қадыр Мырзалиевтің кітаптары ерекше, шын мәнінде ерекше. Жоқ, ана Тұманбай да шығып, басқа жақсы ақындар көп қой. Сол Жарасқан Әбдіраш дейді. Мен бір сондай кейде арнау жазғыш сондай бір қасиетім бар. Иә. Жалпы қай тақырыпқа көбірек? Енді лирика көбіне көп жазатынымыз. Табиғат, одан кейін табиғат көп болғанды жақсы көремін. Енді көзіңмен көрсең, әдемілікті жақсы көресің ғой. Көзіңмен көрсең, соны жаңағы жазған кезде өзі елестейді. Иә, керемет. лирика деген солай, ол табиғатты. Ақынның құлағы өзінен 40 жыл бұрын туады дейтін бір тәмсіл бар екен. Бар сонда, иә. Кейбір адамдар сезбей қойса, оны сен сезіп қоясың. Иә, ана өзінің бір ерекше сұңғылалығымен сол ана жүрегіне бар орны қатта, сол бір күні жаңағы өзі өлең болып шығады. Жиналып. Иә, оны жаңа айттым ғой, оны дамытасың жаңағы, оны жаңағы. Өңдейсіз. Деген сияқты, иә. Енді сондай өлеңдер бар. Көп рахмет аға. Енді оқырман қауымға бір жаңа жылдық тілегіңізді айтсаңыз. Одан бұрын енді қонаққа ретінде өзіңізден ақын ретінде бір өлең оқып берсеңіз. Иә, сол бір өлеңді оқып берейін. Көңіл перемесі деген өлең. Бұл енді 23 жылы 18-ші желтоқсанда жазылыпты. Бір-екі жыл оқыған ғой. Көңіл пернесі. Ақ жауын көңіл арындап, аласұрып, ескен желдей еркелеп баласынып, ұстатпайды ұшынан ұшқыр ойдың, қалғандай шын көңіл шаласынып. Шешек өмір гүл жайнаған шағында, дәурен күнім жұтылғанда сағымға, қосылдым аламанына өрт өлеңнің, білмеймін, сорым бәлде бағым ба. Келіп еді дүр өнерді дір еткізгім, жайнатып тақырына гүл еткізгім, арлы өлеңді аялап өтем деумен, өлместің суын ішіп күн өткіздім. Шөлімді бассам девем өлең еміп, сол жолда жортақпен келем желіп, санама мен іздеген жырын құйып, күн батады көкжиекке кемерленіп, толған ай талаурайды өлең жаз деп, түбінен телегейдің терең қаз деп, өлең туса тербейді сапсамалдай, шабытыма қонақтап желеңсаз кеп, жан севілмін тек босқа жүрмей тұғын, лесемін пейіш жырға жүрдей тұғын, жайы келсе жыр қозыға көген құрып, өлең жіпті ебін тауып көрмей тұғым. Ақ сәулелі ғұмыр әнім сенсің өлең, тосыр қамай құшағыма келші деген, үміт жібін үзбей жүрген балаң едім, қоңыр кештің өт әуенін еншілеген. Көп рахмет. Деп бір өлеңді. Жаңа айтып кеттік, енді биылғы жылдың алғашқы қонағысыз сіз өнегелі сұхбатқа келіп отырған. Аға, енді біздің оқырманымызға, жалпы көпшілік тыңдарманға бір ағалық, ақындық тілегіңізді айтып кетсеңіз. Енді осы Пушкин атындағы облыстық кітапхананың оқырмандарына тек қана жақсы тілек тілеймін. Мына келіп жеткен 2025 жыл біздер үшін сондай бай қуатты жыл болып болсын. Елімізде тыныштық, жұртымыз аман болсын. Өсіп келе жатқан жас ұрпақ жақсы тәрбиелі болып өссін. Осы кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар. Соны қайтайын деген. Көп рахмет аға. Құрметті оқырман, бүгін бізде қонақта болған Күршім ауданының тумасы ақын Шопатов Кәрібек Мұхамедқалиұлы ағамыз. Аға, сізге алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдармандар, сізде барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Аман сау болыңыздар, бай, қуатты болайық.